Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте оңай 15 минутта дайындалатын печенье дайындаймыз. Ең алдымен еріген сары майдың үстінен қантты салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң бір жұмыртқаның сарысын саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, үстінен шым-шым тұз, ұнды және де 2 қасық жүгері крахмалын салып араластырамыз. Бір келкі қамыр шығуы қажет. Міне бізде дәл осындай қамыр шығады. Одан соң формамызды дайындап, үстінен пергамент қағазын төсейміз. Енді барлығын домалақ етіп форма жасап шығамыз. Немесе өзіңіздің қалауыңызша жасасаңыз болады. Ары қарай осылай видеода көрсетілгендей жасаймыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минут пісіріп аламыз. Сонымен печеньелер дайын, өте дәмді болып шығады, песочный болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.